Тақырып Ескастор порталында жұмыс жасау ережесі, штрафтар және де қара тізімге ену жайлы тақырыпты қозғайтын боламыз. Менің YouTube каналымды 80% адам тіркелмей көреді екен. Қымбатты достар, ұмытпай каналға тіркелеміз. Бұл менің каналымды дамытып, жұмыс жасауға шабыт сыйлайды. Енді кез келген порталға тіркелгеннен кейін жұмыс жасау ережелері, талаптары болады. Ескастор порталында басқа порталдармен салыстырған кезде ережелері өте жиі алмасып тұрады. Мен қазір таңдағы актуалды ережелерін түсіндіріп өтетін боламын. Сондықтан жаңағы қандайда бір жаңадан шыққан ережелерді білгіңіз келетін болса, міндетті түрде Ескастор порталында көрсетілген техподдержкаға қаба қоңырау шалып, керекті мәліметтерді сұрап алсаңыз болады. Ескастор порталында тіркеліп алғаннан кейін өзіңіздің жеке кабинетіңізде кез келген тендерге баға беріп қатыса бересіз. Бұл жерде ешқандай бір тарифке қосылудың қажеті жоқ. Шығып тұрған тендерге зерттейсіз, өзіңіздің бағаңызды бересіз. Мысалы, блокқа кетіп қалған жағдайда қалай болады? Мен соны сіздерге түсіндіріп өтіп кетейін. Қандай жағдайда блокқа кетесіз? Сіз қандайда бір тендерге қатыстыңыз, сол тендерді ұтып алғаннан кейін сізге сразу комиссия төлеуге уақыт беріледі. 3 күн уақыт беріледі. Осы 3 күннің ішінде сіз комиссиясын төлеп, содан кейін қол қою керексіз. Яғни договорға қол қою керексіз. Егер сіз комиссияны төлемеген жағдайда тендерді ұтып алып, сізге комиссия төлеуге уақыт берілді, яғни батырмалар шықты. Сол кезде комиссия төлемейтін болсаңыз, бір затты ұтып алып, комиссия төлемегеніңіз үшін 6 айға блокқа кетіп қаласыз. Мысал ретінде көрсететін болсам, мен қазір мына жерде тұрған затқа баға берейін. Бұл бізде әжептәуір уақытқа блокқа кетіп қалған ИП. Бұл жерде жаңағы добавить предложение деп келіп, өзіміздің бағамызды берейік. Мына жерде мен 1200 теңге деп бағамды да деп берейін. Одан кейін жаңағы мына жерге тоқталатын болсақ, мына жерде жазылған. Яғни ознакомлен деп сіз осы жерде басасыз. Яғни 2 берілген күннің ішінде сіз сол күннің ішінде қабылдап, комиссиясын төлеп, қол қоймасаңыз блокқа кетесіз дегенді бұл жерде ескертіп тұр. Ознакомлен деп басамыз. Ознакомлен деп басатын болсақ, бізде бұл жерде шығып тұр. Бізде жаңағы белгілі бір заттарды ұтып алып, қабылдауды ұмытып кетіп, уақыт өтіп кетіп, осылай блокқа кетіп қалғанбыз. Бұл жердегі ИП 2026 жылы 10 айдың 31-іне дейін блокта тұр. Бұл жерде жаңағы нақты жазылған, қандай нөмірді заказды қабылдамадыңыз деген сияқты. Бұл жерде сіз ұтып алып, жаңағы комиссия төлемей тауарды қабылдамасаңыз, ең оңай жолы жауапкершіліктен құтылып кетесіз. Тек қана жаңағы блокқа түсесіз, болды, сізден ешқандай затты талап етпейді. Яғни ешқандай затты талап етпейді. Тек қана блокқа кетесіз. Енді қандай жағдайда сізге штрафтар келеді, соны түсіндіретін болсам, біз енді өзімнің практика жүзінде біз
штраф төлемедік. Бірақ техподдержкаға звондап хабарласып сұраған кезде ол кісілердің айтқаны, мысалы, сіз 1 миллион теңгеге тендер ұтып алатын болсаңыз, ровно 1 миллион теңге дейікші, 1 миллион теңгенің тендерін ұтып алатын болсаңыз, сізге комиссия төлеуге жаңағы 2 күн уақыт беріледі. Ол жерде жаңағы 1 миллион теңгенің жаңағы 5% дегеніміз бізде 50 мың теңге. 50 мың теңгені комиссиясын төлейсіз, содан кейін барып, ол затты подписать етесіз. ЕЦП арқылы подписать етесіз. Яғни комиссиясын сіз төлемесеңіз, ол тапсырысты қабылдай алмайсыз. Ол затты қабылдай алмайсыз. Мысал ретінде алып көретін болсақ, сізге комиссия төлеуге уақыт берілді, сізге келді, сіз комиссиясын төледіңіз, содан кейін договорды қол қойдыңыз. Содан кейін жаңағы договор күшіне еніп кетті. Яғни сіз тауарды 30 күннің ішінде, не болмаса 60 күннің ішінде жеткізу керек еді. Сіз сол тауарды жеткізбей қойдыңыз. Яғни ол тауарды сіз таппай қалдыңыз деген сияқты ғой. Сіз апармайтын болдыңыз. Ондай жағдайда жаңағы сіздің нөміріңізді тауып алып, заказчик сізге хабарласады, одан кейін арғы жақтан договорды расторжение жазады, яғни договорды бұзады. Сіз ұтып алған затты жеткізбей, заказчик тараптан расторжение болатын болса, техподдержканың айтуынша жаңағы сіз общий суммадан жаңағы 1 миллион теңгенің 10%-ын сіз заказчикке төлейсіз. Яғни сот арқылы сіздің мойныңызға іледі дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде штрафқа 100 мың теңге төлейсіз, сонымен қатар алдында төлеп тастаған сіздің комиссияңыз бар, соның бәрін қосқан кезде 150 мың теңгедей болады. 150 мың теңгедей сіз минусқа кетесіз. Сондықтан достар, ол осындай мәліметтерді штрафтарды осы техподдержкадан звондап білсеңіздер болады. Енді көптеген заттар өзгеріп кететін болғандықтан, жаңағы менің қазіргі айтқан кейбір ақпараттар неактуальны болып қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы техподдержкаға звондап, хабарласып, не болмаса инструкцияларынан оқып, осындай ақпараттарды біліп отырасыз. Біз жалпы енді техподдержкадан звондап, хабарласып, білген ақпараттармен бөлісеміз. Бұндай жаңағы штраф блокқа кеткен жағдайлар болды. Біздің штраф төлеген жағдайлар бізде кездеспеді. Госсакупте мысалы алып көретін болсаңыз, жаңағы сіз жеткізбеген жағдайда мысалы қаншалықты штрафтар төлейсіз, ол қаншалықты суммадан асып кетпеу керек деген сияқты заттардың бәрі договорда көрсетіледі. Бұл жерде нақты жаңағы комиссия төлеп қол қойылғаннан кейін расторжение болған жағдайда қандай шаралар болады, бұл договорда көрсетілмейді. Мен тек қана сіздерге ақпарат беріп отырмын. Ескастор порталының техподдержкасына хабарласқан кезде, қателеспесем, бұл 20 күндей бұрынғы ақпарат. Мен сол ақпаратты салып отырмын, достар.